Саламатсыздар. Мен сіздермен бүгін қысқаға жапқан личина рецептісімен бөлісемін. Оған мен бірінші банкымды, қақпақтарымды жуып, қайнатып дайындап қойдым. Помидорды мясорубкадан өткіземіз. Мен блендерден өткіздім. Болгарский перецті көріп тұрғандарыңыздай етіп турайсыздар. Одан ірі турауларыңызға да болады. Мен бүгін осындай қылып турағым келді. Және керекті заттар: қант, тұз, сұйық май, чеснок, жапырақ, ащыбырыш. Ащыбырыштың ішіндегі дәнегін алып тастаймыз, өте ащы болып кетеді. Ащыбырышты қаламасаңдар, домалақ, душистый перецтің 6-7 дәнегін қолдануға болады, түйірін. Кастрюльдегі дайын помидорымыздың үстіне болгарский перецті, тұзды, қантты салып араластырамыз да отқа қоямыз. Қайнағаннан кейін астын бәсеңсітіп 30 минуттай қайнатамыз. Арасында араластырып тұруымыз керек, себебі асты жабысып қалуы мүмкін. 30 минут өткеннен кейін дәмін көріп, егерде кем болса, тағы тұз салуларыңызға болады. Мен тағы да тұз қостым, жарты қасықтай. Менде барлығы 2 қасықтан аса тұз кетті. Чеснок пен ащыбырышты ұсақ етіп турап, уксусты бәрін құямыз. Уксусты құйып, чесноктарды салып, 10 минуттай тағы қайнатамыз. Сосын дайын банкімізге барлығын құйып, қақпағын жауып, бетін жылы етіп жауып қоямыз. Рахмет тыңдағандарыңызға.